1947 жыл. Мәдениет пен ғылым қайраткерлерінің парламент тобының Ұлыбритания елінде сапарда жүрген кезі. Ресми кездесулер аралығында қонақтар Лондонның көрікті жерлерімен танысқан. Солардың бірі British South Africa Company кәсіпшілігінің минералогия залында өткенді. Құрметті меймандардың бірі бет пішіні азиялыққа ұқсаған депутат атбасындай тас мұрағатқа шошия өліп тұрып қалады білем. Оңтүстік Африканың Трансвааль кенішінен алынған табиғи мыс деп түсіндіреді оны мұражай қызметкер. Ал кеңестік қонақ оныңыз бекер қымбаттым, табиғи мыстың шынайы отаны қазақ даласы деп басын шайқайды. Мәртебелі мейман, сізді маған білгір геолог, геология ілімінің докторы, әмбе академик деп таныстырған еді. Мына мәлімдемеңізге мен таңмын. Компания мамандарының білгірлігіне күмән келтіріп тұрсыз. Мыс мұрағаттың Трансваальдан әкелінген шүбәсіз, мен өзім де соған сенімдімін, дейді гид. Бірақ қонақта райынан қайтпай, қымбат дәріптес. Мен үшін шындық қымбат. Табиғи мыс қазақ жерінің қазынасы. Тіпті шыққан жерінде нақты нұсқайын. Жезқазған. Ал ағылшынның кәсіпкерлері Жезқазған кенішін ерте уақыттан жақсы білген, дейді. Мәртебелі қонақпен бұдан әрі дауласуды әбестік санаған компания қызметкері мұрағаттың дерегін мұқият тексеріп, қосымша хабарлайтын мәлімдейді. Шында да бірер күннен соң кеңес делегациясы жатқан отельге тілдей хат келеді. Сөйтсе, геолог ғалымының айтқаны айдай шындық екен. Мұражай қызметшісі тас мұрағаттың этикеткасын аңдаусызда ауыстырып алыптымыз. Сол сапарда кеңес делегациясын Уинстон Черчилль қабылдайды. Сұхбат үстінде үй иесінің назары алып денелі, бет пішіні өзге қонақтардан өзгеше мейманға түсіпті. Мистер Черчилль, сіздің ұлтыңызды білгісі келеді, дейді тілмаш. Мен қазақпын. Қалайша казак деп таңғалды Черчилль. Кешіріңіз, Черчилль мырза, сіз мені казак орыстармен шатастырып тұрсыз. Ал мен сіздің жұрт намат атандырған көшпелі халықтың перзентімін. Қазақ Кеңес Республикасының азаматымын, деп жауап береді ғалым. Қазақтардың барлығы сіздей алып денелі ме? Дейді Черчилль. О, жоқ, мәртебелі сэр, халқым менен әлде қайда биік, деп жауап береді қонақ. Әрине, мәртебелі лорд білгісі келсе, ғалым оған ұшы қиырсыз қазақ жерінің кіндік тұсында төңкеріске дейін Атбасар Joint Stock Company of Coppermine, яки Атбасар мыс кендерінің акционерлік қоғамы ұзақ жылдар жұмыс істеп, Жезқазған мысын қорытпақ болған тәптіштеп айтып берер еді. Ұлыбритания королевствосының мәртебелі қауымын соншама таң қалдырып, назарын өзіне аударған қонақ, көрнекті қазақ ғалымы, атақты геолог, Қазақстан ғылым академиясының президенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болады. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгендеп, ең болмаса тереңдеп білмесе, адамдықтың орны болмай. Абай 7-ші қара сөздеріне. Қаныш Сәтбаев Том технология институтын тамамдаған. 1926 жылы Атбасар түсті металл тресінің бас геологы болып тағайындалған. Кен іздеудегі алғашқы қадамын ол ағылшындардан қалған геологиялық архивті ақтарудан бастайды. 1904-1917 жылдар аралығында шетел концессионерлері Жезқазған қыртысын жан-жақты зерттеп, мыс зауытын кеніштер салды. Алайда тереңге барлау жүргізілді. Жер бетіне жақын жатқан кен қабаттарын сыпыра алуы жауапты. Бұлайша айтқанда, кеннің қаймағын алуды мақсат еткен сірә бұл жерде ұзақ уақыт бола алмайтынын сезген. Қаныш Сәтбаев Жезқазғандағы ескі қазбалар орнын шұқшия зерттеп, бұл өңірдегі мыс көмбесінің келешегі ағылшындар болжаған қордан өзгерек, тіпті кеңестік геолком мамандары мардымсыз деп жариялаған межеден де молырақ екенін анықтайды. Там побывали много русских геологов. Я назову фамилии известных русских геологов. Яговкин, Русаков, Симонов. Қайсы болсын орталық Қазақстан қыртысын көп жылдар шарлаған аса білікті геологтар. Солардың бәрі де Жезқазғанда мыс бар, тіпті көтер айтсақ, орта деңгейдегі мыс көмбесі дескен. Ал Қаныш Имантайұлы әдегеннен Жезқазған қоры дүниежүзілік мыс провинциясы атануға лайық деп дабырлаған.
Сибирский геологический школа. Неге? Эту школу обосновал ғылым көкжиегіне сол қарсаңда дүрілдеп шыққан Сібір геологтары мектебінің түлегі болады. После него эстафету Бұл мектептің негізін қалаушылар сол заманның геология білгірлері Владимир Афанасьевич Обручев пен Михаил Антонович Усов. Жоғарыда есімдер аталған мамандардың бәрі де Ресейде ерте кезден ең озық, әрі академиялық жоғары деңгейде деп саналған Санкт-Петербург геология мектебінің түлектері және олар одақтық геология комитеті орныққан Ленинградта тұрады. Сірә сол себептен олар жезқазған тағдырына немқұрайды пікірде болып, мұндай қиыр шетте қисапсыз мол мыс көмбесі болуы мүмкін емес деп есептеген. Геолком мамандарының бұл өңірге мән бермей қарауының тағы бір себебі Жезқазғанның табиғаты өте жұтаң, сусыз, нусыз, шөл далада орналасуы, бетпақдаламен шектескен ұшқан құстың қанаты талатын, шапқан тұлпардың тұяғы мұқалатын қиын өңір. Ең жақын темір жол бекеті 430 шақырымда, сенімді көмір ошағы 700 шақырым қашықта. Ал кеніш пен зауыт аралығындағы байланыс тар табанды темір жол, сырт өмірмен сенімді қатынас, түйелердің қомы, ал өндіріске қажет суды көктемгі қар көшкінің бөгетке тежеумен жинайсың. Қаныш Сәтбаев соның бәрін елең қылмай, тәуекелге бел байлап, кен орнын барлауға әрең дегенде бір станок алып жұмысқа кіріскен. Алғашқы ұңғыма кен таппаса, екіншісін бастауы екіталай еді. Алайда жолы болды. 18 метрде бұрғышы жаңа кен қабатын кесіп өтті. Екінші ұңғыманы ол алғашқының қатарынан бастады. Ол да кен қабатына жолықты. Сөйтіп бір жазда ол 17 ұңғыма бұрғылап, бұған дейін беймағлұм кен жүлгесін қорға қосты. Содан кейін ақ ол Жезқазған қазынасының құпиясын тереңде 300-400 метр, тіпті одан да әріде екеніне шүбәсіз болады. 1929 жылдың қоңыр күзінде Қаныш Сәтбаев Қарсақбай мұз қорыту комбинатының геология бөлімінің бастығы болып тағайындалады. Алайда тап сол қарсаңда оның қарауында бірде-бір бұрғылау маманы, тіпті кен құрамын анықтайтын лаборантта болмаған. Ал бұған дейін жазғы маусымға жалданып, осы жұмыстарды атқарып келген геолком мамандары қиыр шетте, шөл дала өтінде қысы-жазы жұмыс істеуден бас тартып, тайып берген. Не істеу керек? Барлау жұмыскерін ол кіреші қазақтар мен мал баққан дала тұрғындары ортасынан тауып, жаңа өнерге үйретеді. Ақыры еңбегі жанды. Сол адамдардың табанды еңбегімен терең қабаттарды бұрғылауға мүмкіндік туды. Ұңғымалардың саны жүздеп саналатын болды. Нәтижесінде үлкен Жезқазған идеясы туып, Жезқазған дүние жүзіндегі мыс алыптарының ең сүбелісі, келешекте ол Американың, Африканың көпшілікке мәлім мыс провинцияларын артқа тастайды деген мәлімдемені Сәтбаев баспасөз бетінде ешбір қымсынбай жариялаған. Кімді болсын таң қалдыратын мәлімдеме болды. Әсіресе қазақ даласының түкпір шетіндегі кен орнын Американың атақты жоғарғы көл кен провинциясымен салыстыру. Геология минералогия ілімінің докторы Фогельманның ғылыми сараптамасына жүгінелік. Сонда Қаныш Сәтбаевтың көргендік сыры неде? Кен орнын барлауды бастаған кезде өз ісіне соншама тақуа, әрі әсіресе білгіш ағылшын мамандары көрмей кеткен көмбені ол қалайша біле қойды. 12 жылдық барлаудың әр жылында кен қорын еселеп, өсірген тамаша табысқа, өзіне оң көзбен қараған әріптестеріне де таң қалдырған ғажап нәтижеге ол қалай жетті? Әрине, теориялық мығым негізге сүйенген болжаудың септігі тиген. Сәтбаев соған сүйеніп іздегенін бірден көрген. Бұл жерге ол бұрында келіп, Таисия Алексеевнамен қыдыруды ұнатушы еді. Ал Таисия Кошкинамен Семейдің мұғалімдер семинариясында лаборантка болып жүрген кезінде танысқанды. Соңынан Том шәрінде бірге оқыды. Одан соң 15 жыл ғұмырын Қарсақбайда бір шаңырақты өткізді. О да бір қиын болғанмен бақытты жылдар еді. Қымбатты Тася, Тәңір бізді жолықтырып өзіме лайық, сіздей жансерік тапқаныма кәміл сенімдімін. Сол себепті қуанышқа толы һәм шексіз ризалық сезіммен алдағы өмірге зор үмітпен қараймын, деп жазғанды ол сайыбына жасырақ кезінде. Үміт ақталды. Міне, ширек ғасырдан уақыт қол ұстасып, ғұмырды бірге өткізіп келеді. Ал бүгін бұл жерге жалғыз өзі келді. Ешкімді көргісі де жоқ, өйтпеске шарасы да жоқ. 30-шы жылдардың бас кезінде қазақ даласында аштық басталды. Ашыққан босқындар жүздеп, мыңдап, өндіріс орнаған елді мекендерге жаяу жалпы ағылды. Әлдеқалай бір жұмысқа аман іліксе, өлмейтініне сенді. Сәтбаев солардың бәріне де қол ұшын беруге тырысты.
ал өз ауылының халі де мүшкіл болатын. Оның да бас көтерер азаматтары елден аласталған, туған әпкесі Ғазиза аштан өліпті. Ұлытаудан қиырдағы Баянауыл атырабына жан ұшырып жеткен геолог жігіт әр үйден жиып, 10-12 жастағы 10 шақты жасөспірімдерді Қарсақбайға аман жеткізеді. Таисия Алексеевна сүлдері құрған балаларды көргенде зәресеп болып шошып кетеді. Бұл шерменделер менің етене туыстарымның ұрпақтары, осыларды адам санатына қосу сірә менің пешенеме жазылған деп бәйек болады Қаныш. Тася, депті сөзге араласқан енесі Фелицата Васильевна. Әкелерің опат болып, шеттей 6 баламен жесір қалғанымда Құдай мені өлтірген жоқ. Бәріңді деге жеткіздім. Мына балақандарға қазір бізден мейірім керек. Жүрек жалғайтын дәм кездеру бұлар. Аштықтан өліге айналған сол балақандардың бәрі де аман қалды. Солардың бірі Ғазиза әпкесінің үлкені Кемел Ақышев. Жұрт оны археолог, ғалым ретінде біледі. Ескі Отырар қаласының жұртын қазып, есік қорғаннан алтын киімді сақ ханзадасын тапқан көреген ғалым. Оның ханзадасы қазірде тәуелсіз Қазақстанның ресми рәмізі. Кемел Ақышев қазақ ғылымын нағашысымен бірге әлемге танытқан перзент. Әрбір хақиқатқа тырысып, ыждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт. Өлсең айырылма. Егерде ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Абай 32-ші қара сөздерінен. 1933 жылдың бас кезінде Мәскеудегі түсті металл басқармасынан Қарсақбайға жан түршігерлік жедел хат сап етті. Жезқазғанды барлауға қаржы берілмейтін болған. Барлау ұжымында еңбек ететін 700 адамның 10-нан бірі ақы пұлсыз жұмыс істеуге келісіп, мыс көмбесін одан ары барлауға ниет білдіреді. Әділдік іздеген Сәтбаев Мәскеуге аттанады. Стиль работы Каныша Монтаевича сложился еще во время учебы его в Томске. Қаныш атамның жұмыс істеу машығы Том шәрінде оқыған кезінде қалыптасқан. Тегінде ол нендей істі болсын әр қырынан ойлап, түбегейлі атқарып, өз айтқандай кеңінен толғап, сәтті аяқтаумен дараланады. Тегінде бұл дауған академик Усовтан жұққан дағды. Мына дағдарыста да солай істейді. КСРО ғылым академиясының сессиясында Жезқазған тағдырын талқылауға қолы жетеді. Бұл сессия 1934 жылдың аяғында өткен. Қаныш атам 5 түрлі тақырып бойынша бәрі де үлкен Жезқазған туралы баяндама жасаған. Ғылыми сессияның қаулысын алған соң КСРО-ның ауыр өнеркәсіп наркомы Серго Орджоникидзенің қабылдауына сұранады. Нарком оны 1934 жылдың 31 желтоқсанда қабылдайды. Нәтижесінде 1935 жылдың көктемінде Қарағандыдан Жезқазғанға дейінгі кең табанды темір жол құрылысы басталып, Жезқазған қаласы мен оның іргесінен мыс қорытатын алып комбинат тұрғызуға бағытталған үкімет қаулысы қабылданады. Барлаушылар ұжымына қаржы босатылады. Кейіннен жаңа нарком Каганович те Қаныш атамды қабылдап, үлкен Жезқазған құрылысына нақты көмек көрсеткен. 1940 жылдың 1 шілдесінде Кеңес үкіметі Қаныш Сәтбаевты Ленин орденімен марапаттады. Келесі жылы ол Алматыда ашылған геологиялық ғылымдар институтына директор болып тағайындалған. Сонымен бірге КСРО ғылым академиясының қазақ филиалының жетекшісі міндетінде ол қоса атқарған. Сол жылы алапат соғыс басталды. Тамыз айында неміс әскерлері одақ өндірістерін марганецпен жабдықтайтын негізгі кен орны Никопольді басып алды. Ал марганецсіз ешқандай құрыш сауытын өндіре алмайсың. Сібір мен Оралдың металлургия пештері бір жылы тоқтау қаупіне тап болады. Сол қарсаңда Мәскеуден мемлекеттік қорғаныс комитетінен тез арада марганец шикізатын іздеп табуды міндеттеген қатаң жарлық түседі. Геологиялық саяхаттары кезінде Қаныш атам Жезді өзенінің Таран аңғарынан марганец кенінің қаратасын көреді. Бұл 1928 жылы. Ол кезде бұл жерді түбегейлі зерттеуге қаржысы болмапты. Ал бертінде біршама барлау жүргізіп, Жезқазған темір жол бекетінен небәрі 45 шақырым жерде марганецтің сүбелі қоры жатқанын болжаған. Соғыс қажетіне байланысты марганецке ділгірлік туғанда ол осы кеңді үкіметке мәлімдеп, жедел түрде рудник салғызып, Жезді жағасына
темір жол тартуға мұрындық болды. Кенішті барлау кең жүлдесін алумен қатарлас жүрді. Ал егер геологтың болжамы қате болса, сол үшін басымен жауап берер қатерлі жағдай. Алайда Қаныш Имантайұлының айтқаны дәл шықты. Магнитогор мен Новокузнецкінің қара металлургия алыптары бронь құятын құрышты молдап құрылуға жетті. Жезді кеніші бас аяғы 38 күнде салынып, одақтық қара металлургия өндірістері пайдаланған марганецтің 70%-ын бір өз берген. Алапат майданда кеңес жауынгерлері мен офицерлерінің фашистік Германияға әскерлерін тас-талқан еткен жанқиярлық ерлігіне бас ие отырып, жезді қыртысынан алынған қаратастың да сол қазынаны отан қорғау мүддесіне дер кезінде жарата білген адамдардың да сол жеңіске айтарлықтай үлес қосқанын ескерту қажет. Революцияға дейінгі кездің өзінде ғылымның Семенов Тяньшанский сынды ақсақалының өзі Қазақстанды тұзға бай өлкө деп санаған. Ресейдің кен орындары туралы еңбек жазған профессор Богданович болса, Қазақстанда темірдің болуын жоққа шығарған. Осындай көпе-көрнеу ойлардан қазір ізде қалған жоқ. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Жезқазған ауданының кең байлығы атты ғылыми еңбегі үшін Сталиндік сыйлыққа ие болды. Нақ сол жылы ол бұрын соңды жариялаған ғылыми еңбектері үшін геология минералогия ілімінің докторы атағын қорғаусыз иеленді. 1943 жылдың жазында қазақ ғылымы КСРО ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып сайланды. Соғыс жылдарында қазақ филиалы оннан аса ғылыми зерттеу институттарымен толықты. Олардың тез нығайып, сүбелі зерттеулермен шұғылдануына эвакуациялығымен келген ғалымдардың септігі тиді. Қазақстанның өзінде дербес ғылыми орталық ашуға сөйтіп мүмкіндік туды. Тарихи бұл оқиға 1946 жылдың 1 маусымында жүзеге асты. Қазақстан Республикасы ғылым академиясының тұңғыш сессиясында президент болып 47 жастағы Сәтбаев сайланды. Сол жылы ол КСРО ғылым академиясының толық мүшесі деген мәртебелі атақты иеленді. Ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Абай 32-ші қара сөздерінен. Геология ғылымдары институтының негізін бекемдеген ғылым иелерінің бірі белгілі ғалым геолог Михаил Русаков зиянкес деген жаламен 25 жылға сотталды. Қазақстан геологиясының ғұламасы атанған Николай Кассин Гостехнадзор тексерушілерінің Сәтбаевтың қылмысын нұсқа деген қыспағына шыдамай қан қысымы көтеріп ауруханада опат болды. Тарихшы Ермұхан Бекмағанов нақ сондай қатаң жазаға ұшырады. Археолог Әлкей Марғұлан зерттеуден аласталды. Ал қазақ ән-күй өнерінің білгірі академик Ахмет Жұбанов Мәскеуге жылыстап кетіп, Пекин мейрамханасында дирижер болып күнкөріс жасауға мәжбүр болды. Дүние жүзін көркемсөз құдіретімен таңғалтқан Мұхтар Әуезов Қазақ университетінен қуылып, Мәскеу университетінде профессор болып дәріс оқыды. Дүниеде нендей сұмдықтар болып жатқанын түсінбейтін қиын қыстау уақыт туды. Соның бәрі идеологиялық тазару, ұлтшылдық пен шетелге табынудан арылу шаралары деп аталды. Халық мәтелімен айтқанда, қойды бағалмаған қуалап өлтіретіннің кері болды. Күндердің күнінде қуғын сүргін кезегі Сәтбаевқа да тақалды. 1 сағаттан кейін Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің төтенше бюросы. Қаныш атама бюро үстінде 3 түрлі айып тағылған. Алғашқысы байдың тұқымы екенін жасырғанмыз. Шындығында бұл да басқа 2 айып сияқты. Ойдан шығарылған жалған қаралау. Өйткені заман аужайын жақсы білетін ғалым өзінің қандай ортадан шыққанын, туған ағасы Бөкеш Имантайұлы, немере ағалары Әбікей Зейінұлы мен Әбдікәрім Жәмінұлы үшеуі Сәтбаевтар халық жау айыбымен 1937 жылы опат болғанын жасырмай, өмірбаяндық деректерінде әрдайым көрсетіп отырған. Бұл туралы ол 1944 жылы Алматының Фрунзе аупарткомының хатшысына өз айтып,
Ал ол бұл мәселені орталық комитеттің хатшыларымен келісіп, атамды партия қатарына қабылдау мәселесін оңды шешкен. Ал ол кісінің партия қатарына түсуі өз ынтасымен емес, Қазақстан ғылымының басшылығына сайлау үшін міндетті түрде партия мүшесі болу талабынан туған. Енді соның бәрі теріс қағыс бұрмаланып, мәнді айыпқа айналғанына не дейсің? Екінші айыптың жөн жосығы мынадай. Қазақ тарихының хандар билеген дәуірін асыра дәріптейтін ертегі эпосын қайыра жариялағанын қателестім деп баспа бетінде мойындамаған кінәсі. Шын туайтын айтқанда, жаптым жала, жақтым күйенің салдары. Томда оқып жүрген кезінде университет кітапханасынан осы эпостың Шоқан Уәлиханов жазып алған қолжазбасын тауып алып, сол нұсқаның парсы, я татар тілдерімен шұбарланбай, яки белгілі шығыс зерттеушісі профессор Миларанский мәтініндегі көшірмеден мүлдем өзгеше екенін аңғарған соң, арнайы кіріспе жазып, тек қана ғылыми дәлділік үшін эпосты Мәскеу баспасынан 1927 жылы жария еткен. Ал осы әрекетте ескі заманды көксеу, я дәріптеу бар ма? Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысының қабылдау бөлмесі. Ешқашанда ол өзін нақ бүгінгідей күйректікке ұрынып, дәрменсіз сезінбеген еді. Әлгінде ғана бюро мүшелері оған қатаң сөгіс жариялап, ғылым академиясы президенті міндетінен босатты. Үйіне қайтқысы жоқ. Тася да әрине бәрін біліп отыр. Онжырғасы түскен көңілі шарқ ұрып, Баянауыл атырабына жетелегендей. Әкесі Имантай келбетті де мығым адам еді. Кішкентай кезінде әкесінің бір жақ бүйіріне жабысып жатып, ұйқыға бас қоюшы еді. Ал туған анасы есінде жоқ. Үлкендердің айтуынша, өзі 2 жасқа толғанда опат болыпты. Азан аты Ғабдул Ғани екен, анасы марқұм әдегеннен Ғани, Қаныштай атапты. Ақыры орыс мектебіне барғанда Қаныш болып кеткен. Есіне кенет өзін жаңа өнерге баулыған ұстазы Михаил Антонович Усов оралды. Ерекше білімпаз жан еді. Мейірмандығы бір жосын. Томға барған жылы ауырып қалғанда темір жол басқармасын көндіріп, жүк вагонына темір пеш қойғызып, қасына кісі қосып, Семейге жөнелткенін қалайша ұмытуға болады. Демек қазірде жер басып жүруінің өзі сол кісінің мейірмандығының арқасы. Сондай жандардың бір ауыз жылы лебізі тап қазірде өзіне күшті дәрідей әсерлі болар еді. Амал қанша. Жылдан астам уақыт пәле-жаланы аяусыз үйіп төккен, құдалаудан әбден ағыр болған ғалым туған ел жұртынан безіп, Мәскеуге кетіп барады. КСРО ғылым академия мен үкімет басшыларынан араша тілемек. Алайда Мәскеудің балықшылығы да аз болмай шықты. Сәтбаевтың үкіметке жолдаған арызына төрелік айту министрлер кеңесінің төрағасының орынбасары Тевасянға тапсырылады. Иван Федорович болса, Қаныш Сәтбаевты бір кісідей жете білетін қайраткер. Тевасян билік басындағылардың жергілікті дау-дамайға араласпайтын көлденең тартып, өзі ерекше құрмет тұтатын маманға КСРО геология министрі мәнсабын ұсынады. Болмаса КСРО ғылым академиясында мәртебелі қызмет атқарғанын жөн көреді. Алайда Сәтбаев солардың бірде-біріне малданбай, туып өскен Қазақстанында еңбек етуді таңдайды. Амалы құрған Иван Федорович республика басшыларын тізеге салып, геологиялық ғылымдар институтына директор болып қайта тағайындалуына мұрындық болады. 1952 жылдың көктемінде туған еліне қайтып оралған ғалым орталық Қазақстанның металлогениялық болжам картасы деп атаған ұлы еңбегін даярлауға жедеғабыл кіріседі. Металлогения
кен қазбаларының жер қыртысында орналасу заңдылықтарын зерттеп, олардың қай уақытта жаралғанын анықтау арқылы сол қазбаларды іздеп, кен шоғырларын болжаумен анықтайтын ілімді металлогения деп атайды. Қаныш Имантаевич осы ғылымды дамытуда ерекше еңбек сіңірген ғалым. Әрі ол Қазақстанның минералды шикізат қорын молдап ашқан жол іздеуші. 40-шы жылдардың аяқ шені мен 50-ші жылдардың бас кезінде осы мақсаттағы ізденіспен одақ көлемінде аса ірі екі геологиялық ұжым түпкілікті шұғылданды. Алғашқысы СГИ атанған бүкіл ресейлік геология институты, екіншісі Алматыдағы геологиялық ғылымдар институты. Екеуінде де зерттеу қатар жүрді. Екеуі де орталық Қазақстан регионының жер асты байлығын болжайтын ғылыми карта жасауға тырысты. Бірақ қорытынды нәтиже екі түрлі болып шықты. Мұның түп себебін тегінде қарама-қайшылық шындықтың екі түрі дейтін ескі заман ойшылдарының уәжімен түсіндіруге болады. Шындығын айтқанда, екі картада бір-бірін толықтыратын нәтиже берді. Айталық, орталық институттың болжамы регионға жалпылама сипаттама берсе, қазақстандықтар жасаған карта кен орындарын дәл нұсқаған нақтылығымен дараланды. Бұл нәтижені жете түсіну үшін Сәтбаев сынды ұлы тұлғаның атақ даңқын көкке көтерген өмір жолын жете білу шарт. Қаныш Имантаевич тубастан тағдыр жазуымен нақтылы барлаумен шұғылданды. Айталық, оның жезқазғанның дүниежүзілік алып мыс көмбесін әйгілеудегі ұзақ жылғы жемісті жұмысы күні бүгінге дейін кімді болсын таң қалдырады. Қайраткер геологтың сол жылдардағы тыңғылықты барлауының нәтижесінде бұл кен орны осы күнге дейін Орасан алып мыс көмбесі атағын сақтап келеді. Ғажап көрегендік демеске шараң жоқ. Алайда Сәтбаев бір ғана жезқазғанды әйгілеумен тынбады. Қазақстан ғылымын басқарған жылдарда ол қазақ даласын түбегейлі зерттеумен үздіксіз шұғылданып, республиканың сан алуан қазба байлығын дүние жүзіне мәшһүр етті. Назарларыңызды ғалымның осы картаны ғылыми көрегендікпен нақты атауына аударады. Металлогениялық болжам картасы. Сәтбаевтың ерекшелігі осы мәселенің мәнін басқалардан бұрын аңғаруында. Сондықтан да ол жеке түйсіктен тез арылып, мәселені жалпылама зерттеуге құлшынды. Жер қыртысының жаратылысын планеталық көлемде қарастырып, оның тарихи дамуын талдауға көбірек көңіл бөлді. Өзі басқарған Қазақстан ғылым академиясында ол геология географиялық ғылымдар бөлімшесінің атауын түбірімен өзгертіп, әлемдік және жер туралы ілімдер бөлімшесі деп қайтадан құрды. Бұл өзгеріске өзгелер кейінірек бет бұрғанын мойындау шарт. Сәтбаев жасаған болжам картасы сол кезде-ақ жоғары бағаланды. Лениндік сыйлыққа ие болды. Қазақстандықтардың озық үлгісі яки кен орындарының орналасу заңдылықтарын жете зерттеу арқылы ізденісті ғылыми жолмен жүргізу. Сол күнде де, бүгінде де геологтарды қара дүрсін барлаудан тыйып, әрбір ізденісті арнайы бағдар болжаммен жасауға түрткі болды. Академик Сәтбаевтың көрегендігінің болжам идеясының мәні де осында. Нендейісті болсын алдын ала ойлап, жан-жақты болжап және ең дұрыс әрі тиімді жолын табу Сәтбаевтың тұл бойына дара біткен қасиет. Дүниежүзілік алып ертіс Қарағанды жармасын жобалап, жүзеге асыру мәселесіне байланысты өрбіген ғылыми қиян кескі айтыста да солай болды. Ақыр аяғында Қаныш Имантайұлының көреген ойы жеңіп, Сарыарқа жонын мол суға кеңелту туралы туған халқының ғасырлар бойғы арманы іске асты. 50-ші жылдардың бас кезінде-ақ ол қазірде бүкіл әлем таң қалыпта сұқтана қарайтын Атыраудың және Маңғыстау түбегінің қисапсыз мол мұнай мен газ байлығын болжап, соны тездетіп іздеу шараларын жасаған. Кім? Осы өңірде ол ұйымдастырған ғылыми зерттеу институттары мен геологиялық экспедициялар осы мақсат үшін сол кезден ірге тепкеніне таң қаласыз. Академик Сәтбаев 1957 жылы жер қыртысының металлогениялық картасын жасаумен шұғылданатын халықаралық комиссия құрамына енген. Нақтылы барлау кезінде жиған терген тәжірибелері даңқты геологты жер қыртысының жаратылысын планеталық көлемде қарастырып, қазба байлықтардың түзілу заңдылықтарын теориялық тың гипотезалармен айшықтауға жол ашқан сөзсіз. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1964 жылдың 31 қаңтарында Кремль ауруханасында ұзаққа созылған ауыр науқастан опат болды. 1979 жылдың 31 шілдесінде Қырым астрономы Николай Черных күнді айналатын планеталар шоғырынан жаңа астероид ашып,
ақш-тағы халықаралық планеталар орталығы оны 2402 ретте тіркеген кезде кіші планетаны тұңғыш ашушының тілегі бойынша оған қазақ ғалымы Қаныш Сәтпаевтың есімі берілген. Сонымен әлемнің ту қиырында күн мен жерден 332 миллион шақырым қашықта Сәтпаев планетасы шырайлы.